Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен біз қазақ ел арнасы. Бүгін біз сіздерге жоңғар мемлекетінің жойылуы жайлы видеомызды ұсынамыз. Жоңғар десек, бірден танитын жоңғар мемлекетінің қалай жойылғаны жайлы сіздерге видеомызды бастаймыз. 1741 жылы жоңғарлар орта жүзге басып кіріп, Әбілмәмбет пен Абылай сұлтанның ауылдарын ойрандап, Абылайды тұтқынға алып кетеді. Келесі 1742 жылы Қалдан Серен Қонтайшы екі қосын әскер шығарып, Әбілмәмбет хан мен Барақ сұлтандарға қалмақ билеушісіне тәуелділігін мойындатып, олардан аманат алады. Тек кіші жүз ғана орыс әкімшілігінің араласуымен қалмақтардың басқыншылығынан аман қалады. Абылай сұлтан тұтқында 2 жылға жуық мерзім болып, орыс әкімшілігінің араласуымен және Әбілмәмбет хан өз ұлын Абылай сұлтанның орнына аманатқа жіберген соң ғана бостандыққа шығады. Тұтқында болған кезде Абылай ойрат тілі мен жазуын үйреніп, жоңғар хандығының ішкі өмірімен танысып, дабашы және әмірсана нояндармен достасады. Абылай сондай-ақ жеке ерлік қасиетімен мемлекеттік қайраткерге лайық ақылымен Қалдан Серенге үлкен әсер етіп, Қонтайшы сұлтанды еліне қайтарар алдында екеуі қазақ хандығы мен жоңғар хандығы арасында бейбітшілік туралы бітім шартын жасасады. Қалдан Серен өмірден өткен соң 1745 жылы жоңғар хандығында тақ үшін талас басталып кетеді. Оның арты үлкен берекесіздікке ұласады. Абылай жоңғар билігіне таласу үшін нояндарды кезек қолдап, оларды өзара әлсіретіп, қалмақтардың қазақ жеріне басқыншылығын болдырмауға тырысады. Бірақ сұлтанның бұл әрекеті жоңғар хандығын біржолата жоюға бағытталмағаны анық. Ондай қауіп ойраттарға шығыс жақтан, яғни Қытай мемлекеті тарапынан төніп келе жатыр еді. 1755 жылы ерте көктемінде Цин империясының әскері ойраттардың ішіндегі алауыздықты пайдаланып, жоңғар хандығына басып кіреді. Жазға қарай жоңғарларды тыныштандыру аяқталады. Жоңғар ханы Дабашы тұтқынға алынып Пекинге жөнелтіледі. Дабашыны құлату үшін Қытай әскерін бастап келген әмірсана енді ойраттарды циндіктерге қарсы көтеріліске шақырады. Бірақ қолдау таба алмай, қазақ жеріне Абылай сұлтанға келіп паналайды. 1756 жылы Абылай сұлтанға Цин елшісі келіп, әмірсананы ұстап беруді талап етеді. Бірақ Абылай елшіліктің өтінішін орындаудан бас тартып, ойраттардың ұлт азаттық күресі жағында екенін танытады. Цин үкіметі бұған жауап ретінде солтүстік және оңтүстік бағыттағы екі әскеріне саппен реттелген 90 мың жасағына Қазақстанға енуге бұйрық береді. 1756 жылдың жазында Абылай мен Ералы сұлтандары бастаған орта жүз және кіші жүз жасақтары жақсы қаруланған Қытай әскерімен бірнеше қанды шайқастар өткізеді. Сібір губернаторы Мятлев сыртқы істер коллегиясына берген мәліметінде 10 мың адамнан тұрған қазақ қолдары Аягөз өзенінің бойында Цин әскеріне бірнеше мәрте елеулі соққы бергендігін жазады. 1756 жылы қыркүйекте солтүстік Монғолияда циндерге қарсы көтерілістің басталып кетуі, оның артынан қатты келген қыс суық Қытай әскерінің Қазақстанға тереңдеп енуіне мүмкіндік берген жоқ. Сонымен Цин әскері осы жылғы жазда алдына қойған мақсатына жете алмады. Соңында біраз жеңілістен соң циндіктер күзге қарай әскерін қазақ жерінен алып кетуге мәжбүр болды. 1757 жылы жазында Жоңғарияның Цин әскеріне қарсы көтерілісі бір жолы жеңіліс тапты. Жоңғар хандығы өмір сүруін тоқтатты. Оның осы мезгілдегі 600 мыңдай халқының 30-40 мыңы ғана көрші елдерге бас сауғалап аман қалды.
жоңғар хандығын ойрандаған цин үкіметі енді Қазақстанмен шекарасын анықтау әрекетіне көшеді. 1755-1756 жылдары Абылай сұлтанның ауылына цин елшілігі келіп, патшаның хатын тапсырады. Қытайлықтар жоңғар хандығының барлық мұрасын, соның ішінде ойраттардың бұдан бұрын қазақтар мен қырғыздардан тартып алған жерін де иемденбек ниетін білдіреді. Алғашында бұл пікірге қарсылық білдіріп, ойраттардың азаттық қозғалысына ашық қолдау көрсеткен Абылай 1757 жылы күздің кезінде Тяньлун патшаға Шағыр және Өміртай бастаған 11 кісілік елшілік аттандырып, екі ел арасында бейбітшілік қатынас орнату жөнінде келісімшарт жасауды ұсынады. Сонда Тяньлун патша өзіне келген қазақ елшілеріне, егер де Ресеймен біз соғысатын болсақ, қай жаққа болысар едіңдер деп сұрақ қояды. Сонда қазақ елшілері бірден кідірместен, сіздер сияқты екі ел бір-бірімен алып мемлекет соғысатын болса, біз бейтараптықта қаламыз деп айтқан екен. Құрметті көрермендер, сіздерге бүгін біз жоңғар мемлекетінің жойылуы жайлы ашық айттық деп ойлаймыз. Сіздермен болған Қазақ елі арнасы. Арнаға жазылып, лайк басып кетейік ағайын. Және де комментарийді ұмытпаңыздар.